Баршаңызға сәлем. Ең алдымен лайк, подписка, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сиыр етінен гуляш дайындаймыз. Мен етімді турап дайындап алдым. Өте майда емес, өте үлкен емес, орташа етіп турап алдым. Және де 2 дана орташа келген пиязымызды алдым да турап, майдалап, 4-3 турап дайындап қойдым. Бізге қызанақ, томат пастасы, бұрыш, тұз, сұйық май керек болады. Қызып тұрған қазанға етімізді саламыз. Етімізді салып, жақсылап араластырып қуыра бастаймыз. Жақсылап араластырып аламыз етімізді. Жақсылап араластырып алғаннан кейін қазанымыздың бетін жабамыз. Жапқан кезде еттің суы бөлінеді. Тағы араластырып, қайтадан бетін жауып, еттің суы тартылғанша қуырып аламыз. Еттің суы тартылғаннан кейін араластырып, үстіне пиязымызды саламыз. Оны араластырамыз, жақсылап. Араластырып қуырамыз. Одан кейін үстіне тұз қосамыз. Араластырып аламыз, жақсылап қуырамыз. Және 2 үлкен ас қасықпен томат пастасын қостым. Оны да жақсылап араластырып қуырамыз. Жақсылап араластырып қуырылып алғаннан кейін үстіне мен қайнаған су 2,5 кружка су құйдым. Етіміз судың астында батып тұру керек суға. Сөйтіп етімізді араластырып, бетін жауып, қайнатамыз. Қайнағаннан кейін етіміздің астын басып қоямыз. Баяу отта 40-45 минут бұқтырамыз. 40-45 минут өткеннен кейін етіміз жұмсарды. Араластыра отырып, 2 ас қасықпен ұн саламыз. Бірінші қасықты саламыз да жақсылап араластырамыз. Түйіршіктер болмау керек. Комочки дейді ғой орысша, сол болмау керек. Екіншісін салып, тағы да араластырып аламыз осылай. Араластырған сайын біздің суымыз қоюлана бастайды. Араластырып салып алғаннан кейін үстіне қара бұрыш себеміз. Қосымша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады, бірақ мен қоспадым. Суыңыз қатты қою болып кетсе, кішкене су қосып жіберсеңіз болады, сұйық қылуға. Үсті 5 минуттай үстіп қуырып аламыз, араластырып отырып. Дайын болды гуляш. Мен бұның қасына гарнирге картоп пюресін дайындап қойғам алдын ала, сонымен бердім. Бетіне көк пияз әдемілеп сеуіп қойдым. Ас болсын, ұнаса тіркеліңіздер.